Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Жанерке. Бүгін өте керемет бір лайфхактармен бөліскім келіп отыр. Ең алдымен бақтағы шиелерімізді теріп аламыз, және менің күшігім де көмектесіп жүр. Менің YouTube парақшама видео салмағалы біраз уақыт өтті. Мені сарғайып, сағынып күткендеріңізге үлкен рахмет. Енді дәл осы шиелерімізді көп болып салған екен, оның барлығын не істейміз? Қыс мезгіліне сақтаймыз. Болмаса, жаз бойы компот жасап шығамыз. Шиемізді теріп болғаннан кейін дәл осындай контейнер немесе бұдан кішкентайлау контейнерге салсаңыздар болады. Шиені жумай дәл осылай құйып, контейнердің қақпағын жауып, морозильникке сақтаймыз. Кейін қайнатар алдын тазалап жуып аласыздар. Ал дәл осы шиелерді компот қайнататын боламыз. Міне біздің қыс мезгілге сақтаған шиелеріміз. Қалаған уақытыңызда алып, жуып, компот қайнатып алсаңыздар болады. Немесе мұздатқыштан алып, тоңазытқышқа қоясыз, яғни морозильниктен алып, холодильникке қойып, толыққанды ергеннен кейін жесеңіздер де болады. Дәмі өте керемет болып тұрады, бұзылмайды. Ал ендеше компотымызды қайнатуға кірісейік. Ең алдымен кастрөлімізге суымызды құйып аламыз. Менде 4,5-5 литрдай кастрөл. Енді осыған шиемізді жуып, тазалап саламыз. Шиенің қасына өрік, немесе шабдалы, басқа да тәтті жеміс-жидектерді қолдансаңыздар болады. Шиемізді жуып, тазалап болғаннан кейін кастрөлімізге саламыз. Кейін бір бокал толтырып шекер қосамыз. Кейін бір қайнағаннан кейін толыққанды суығанын күтеміз. Қаласаңыз лимон немесе шалбыз қолдансаңыздар болады. Ситаның көмегімен баклажкалерге сүзіп құйып аламыз. Кейін холодильникке салқындатып қойсаңыздар өте керемет болады. Жаздың күні шөліңізді қандыратын компотымыз дайын болды. Видеом ұнаса лайк басып, пікіріңіз болса комментарий бөліміне қалдыруды ұмытпаңыз. Ең бастысы менің YouTube парақшама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Жанерке.